Қарызға жалпы мен өзім қарсымын. Қарыз беру жалпы адамды соның әлсіздігінде қолдау деген мағынаны білдіреді. Халықтың қаржылай сауатсыздығы, несие алуға деген құмарлығы және Картманның үшбұрышының байланысы бар ма? Бір-біріміздің көзқарасымызды, бір-біріміздің әлемімізді сыйлай білу ол өте үлкен өнер. Армысыз көрермен, сізбен бірге журналист бренд-менеджер Жазира Байдалы. Әдеттегідей білім, бизнес және байлық тақырыптарында әңгіме өрбітеміз. Бүгінгі қонағым DI Group компаниясының құрылтайшыларының бірі, басқарушы директор Айжан Берікова. Айжан ханым, сізді көргеніме қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Менеджмент саласында тәжірибесі бар мықты мамансыз. Сізге қояр алғашқы сұрағым, менеджмент деген не? Менеджмент дегеніміз жалпы кең ұғым. Егер бір сөзбен алып қарайтын болсақ, басқару деген аударма мағына беруге болады. Енді басқаруды менің бақылауымша көбінесе тек қана жаңағыдай компанияларда қолданылады, командаларда қолданылады деп түсінеді екен көп адам. Солай түсінеміз, шындығы едік. Бірақ менеджмент негізі кез келген адамның өмірінде, жалпы кез келген салада болатын ұғым. Сондықтан осы ұғымды кеңінен пайдаланып, дұрыс пайдаланып білген дұрыс деп есептеймін. Енді менеджменттің түрлері бар шығар, функциясы бар. Сол туралы бір кеңірек бізге түсіндіре кетсеңіз, жалпы менеджмент не үшін керек және оның қандай функциялары бар? Менеджменттің жалпы 4 функциясы бар. Ол жоспарлау, ұйымдастыру, басқару және ынталандыру. Яғни осы 4 функцияны кеңінен жүйелі пайдалану арқылы менеджментті жалпы түсіндіруге болады. Онда алғашқысынан бастайық. Бірінші функциясы қандай дүниелерге жауап береді? Немесе қандай мәселелерді шешеді? Басқару функциясы негізі менің енді өзімнің көзқарасыммен айтайын, өйткені мен көбінесе теорияда емес, практикада жүрген адаммын. Қанша өзімді білемін, 16 жасымнан бері практик дейді ғой енді орысшалап айтқан кезде. Сондықтан бұл функция негізі адамды өзін-өзін басқарудан басталады деп есептеймін. Өйткені өзін-өзін басқара білген адам кез келген жобаны болсын, команданы болсын, компанияны болсын басқара алады. Одан кейін басқаруды ең алдымен адам энергия басқарудан бастаған дұрыс деп есептеймін. Яғни энергия басқарудың да белгілі бір өзінің алғышарттары, жөні бар. Енді НЛП тұрғысынан алып қарайтын болсақ, треугольник Карпмана деген түсінік бар, яғни Карпман үшбұрышы. Жалпы бізде 90% халық осы үшбұрыштың қарамағында болады. Яғни бұл біздің энергиямыздың көбінесе басқа бағытта жұмсалуы. Яғни энергияны дұрыс басқармау. Бізде Карпманның үшбұрышы бар. Халықтың 90% сол үшбұрыштан шыға алмай ма? Көбінесе сол үшбұрышқа еніп қояды. Сондықтан сол үшбұрыш негізі көп энергияны алады және яғни өзіңізді басқара алмаудан, өз эмоцияңызды басқара алмаудан, энергияны дұрыс басқара алмаудан осы үшбұрыштың көбінесе өмірде орын алып жатқан жағдайы бар. Сол Карпман үшбұрышын түсіндіре кетіңізші, әрбір бұрышында қандай тип тұр немесе қандай рөл тұр? Карпман үшбұрышында біріншісі ол құрбан, екіншісі ол қудалаушы, үшіншісі ол құтқарушы. Яғни көбінесе біз осы үшбұрыштың кез келгенде болуымыз мүмкін. Яғни біз тек қана құрбан, тек қана жаңағы қудалаушы болуымыз емес, кез келгенне орнымызды ауыстыра беруіміз мүмкін. Яғни осы рөлдер біздің өміріміздің 90%-ында орын алып қалу жоғары деңгейде қазір. Демек, әр түрлі ситуацияда біз не құрбанбыз, не құтқарушымыз, не қудалаушымыз. Дұрыс қой. Енді әрқайсына мысал келтіріңізші, құрбан адам өзін қалай сезінеді, қудалаушы не істейді дегендей. Енді қарапайым өмірден алайық, мысалды барлық адамға түсінікті болу үшін. Кез келгенде мен ойлаймын, кез келген адамның отбасы жағдайында жаңағы ыдыс-аяқ сылдырламайтын не болмайды дейді ғой, отбасы болмайды дейді. Сондықтан қарапайым жаңағы күйеуі мен жолдасының қарым-қатынасында көбінесе енді мен байқаймын, әйел заты құрбан болып жатады. Жаңағы мен саған тұрмысқа шықтым, мен саған бала туып бердім, болмаса жаңағы кіріңді жуып үтіктеп отырмын, тамағыңды жасап отырсың, сен маған қарамайсың деген сияқты өзін құрбан сезініп жататын әйел заты енді көп байқалады былайша айтқан кезде да. Яғни ол құрбан болған ұнайды. Яғни оны біреу басынан сипау керек,
оған жаңағы біреу қамқор болу керек, біреу келіп барлығы дұрыс деп айту керек, құтқару керек. Былайша айтқан кезде де енді құтқарушыдан енді мен өзім байқаймын көбінесе аналарымыз. Яғни қыз келіншектердің аналары құтқарушы болып еніп жатады отбасы жағдайына да. Енді ол әрине ана болғандықтан ананың махаббаты балаға деген, бірақ құтқарушы ретінде ену арқылы ол қызының сол құрбан деңгейінде қала беруіне көмектесіп отырады. Яғни мысалға күйеу баласына хабарласып, неге менің қызымды ренжітесің деген, бұл былайша айтқан кезде ол бір шетінен құтқарушы да болып тұр, бір шетінен жаңағы қудалаушы да болып тұр. Қызына құтқарушы болады, мысалға қызым алып кетемін сені, үйге кел, жаңағы балаңды бағамыз, ештеңе жоқ деген сияқты сондай әңгімелер естіп жатамыз да. Болмаса жаңағы күйеу баласына хабарласып, ұрысып, сен неге менің қызымды ренжітесің? Тағы бір рет ренжітсең алып кетемін қызымды, ажырасасың. Иә, сондай, яғни бұл қудалаушы да. Осындай рөлдерді көп атқарып жатамыз. Енді біз қазір отбасы жағдайына мысалға келтірдік. Жалпы бұл жұмыста да, кез келген достар арасында болсын, кез келген жерде орын алып жатқан өте үлкен энергия алушы факторлардың бірі. Менде бір сұрақ туындады. Демек, компанияны басқару үшін адамның қандай рөлде өмір сүретінін, ол құрбан ба, әлде қудалаушы ретінде әрекет етіп жатыр ма, соны білу керек па сонда? Саналы түрде өзіңді осы үш рөлге кірмеуге максималды түрде тырысу керек. Сіз қазір өзіңізге бағыттап жатырсыз ғой. Өзіңізді танисыз, осы рөлдерді білесіз, сол арқылы өзіңіз танисыз және өзгелерді танисыз. Мұның барлығы сізге өзіңізді басқаруға, компанияны басқаруға көмектеседі. Әрине, егер мысалға сіздің алдыңыздағы әріптесіңізден осы рөлдің бірінде отырғанын байқасаңыз, мысалға басшы ретінде, егер компания тұрғысынан алып қарасақ, онда яғни белгілі бір сұхбат жүргізу арқылы ол кісімен дұрысынан түсіндіруге болады. Жалпы мен командаға бұл жайында өзім оқу тренингін жүргізген болатынмын. Біздің команданың барлық мүшесі бұл үш бұрыш жайлы жақсы біледі. Яғни практикада мен сабақ өткеннен кейін, бір аптадан кейін практикада қолданды. Мен өзім бір шетінен таңғалдым, бір шетінен қатты қуандым. Яғни бірден теорияны практикаға алып кетіп жатқан әріптестерім алдыға бір қадам жылжуының белгісі болды мен үшін. Сіз қателеспесем осы басқару менеджментіне банк саласынан келдіңіз. Өзіңіз 20 жасыңызда кәдімгі бір топ адамды басқардыңыз. Жалпы банк саласында жұмыс істеу сізге қандай өмірлік тәжірибе алып келді? Немесе қандай бір инсайт алдыңыз сол жылдардан? Негізі банкте жұмыс атқару менің 9-шы сыныптағы арманым болған. Неге бұндай арман болған білмеймін. Енді өзім ойлаймын, математиканы қатты жақсы көретінмін. Математика жақсы көргенде енді банктегі жаңағы сандармен байланысты ғой, яғни сол математика мен банкты бір-бірімен байланыстырдым деп ойлаймын. Сондықтан осындай бір арманым болған, ол арманымды орындап банк саласында 5 жылдан аса қызмет атқардым. Біреуі акционерлік қоғам Казком, бірі акционерлік қоғам Сбербанк. Енді банктен алған мен тәжірибем өте үлкен. Жалпы сату саласына, жалпы еңбек жолында банктың атқарған рөлі өте үлкен. Енді мен бұл жерде банк саласында ең бір жақсы қынжылтатын айтайын, инсайт болсын, қынжылтатын айтайын, ол халықтың жаңағы қаржылық сауаттылығының төмендігі. Яғни несие аламыз бәріміз. 90% десе мүмкін қателеспейтін шығармын. Сол несиені дұрыс пайдалана білмеу. Сол қаржылық сауаттылықтың төмендігі халықты әлі күнге дейін осы несиенің бір шұңқырында алып келе жатыр. Қай отбасын алып қарамасақ, қай қазақты алып қарамасақ та әйтеуір несиесі бар, әйтеуір соны төлеп келе жатыр. Бірақ оны дұрыс пайдалану жолдары өте көп. Менде сұрақ, жаңағы халықтың қаржылай сауатсыздығы, несие алуға деген құмарлығы және Карпманның үш бұрышының байланысы бар ма? Әрине байланысы бар. Бұл жерде енді банк құтқарушы. Банк құтқарушы, жаңағындай құрбан ол адам. Несие алып отырған адам. Несие алып отырған адам. Одан кейін жаңа несиені төлемесе коллекторлық компанияларымыз бар. Ізіне түсіп қудалап бастайды. Енді жалпы барлық адам олай қазіргі таңда несиені дұрыс пайдаланбайды деп көпке не шашпай қояйық, әрине. Бірақ сол несиені дұрыс пайдалану жолдарын халық игерсе деген бір банкте істеген кезде ішімде бір не болатын, ой болатын, ниет болатын. Соны қалай игеруге болады? Ең құрғанда бір кеңес айта аласыз ба?
Негізі кез келген жаңағы өзіңіздің қажеттілігіңізге, ол пәтер алу болсын, ол үй алу болсын, машина алу болсын, несие алуға болады. Бірақ халық бізде ойлайды, мысалға, егер 5 миллион қаражат алсам, сол жаңа пайыз екенін түсінеді ғой, пайызы қанша десең, жаңа 20%, оның бәрін халық түсініп отырады. Бірақ қайтарар кезде жаңа халық 200 мың теңге мысалға әр айлық төлем болса, сол 200 мың теңгені төлейді да, одан кейін сол 5 миллионнан 200 мыңды шегеріп отырады да, 4 миллион 800 қалды деп. Яғни оның негізі алғашқы айларында көбінесе сіз төлеген қаражаттың 85%, даже одан да көп пайызы пайызға кетеді. Алғашқы жылы тіпті, иә? Біз тек қана несиенің пайызын ғана төлейміз. Пайызын ғана төлейміз, иә. Біз рас шынымен де 5 миллион 200 мыңды шегеріп отырамыз, сол рас. Пайызын ғана төлейміз. Соны есепке алып, енді қазір банктерде жаңағы толық төлеу, жартылай төлеу деген сияқты белгілі бір қызмет түрлері бар. Енді толық төлеу бірде мүмкін болмаса да, белгілі бір уақытқа қаражатыңызды жинақтау арқылы айлық төлемін төлеп қойыңыз. Бірақ бөлек қаражатты жинау арқылы 2 айда болсын, 3 айда болсын, кішігірім толықтырып жаңағы төлеп отырыңыз. 3 айлық төлемін бірден деген сияқты, яғни банкке сол қаражатты тек қана басты қарызға жіберуді жұмсауға өтініш білдіріп, пайызын қысқартуға өтініш білдіруге болады. Яғни сол арқылы сіз қалта қаражатыңызды негізгі жаңағы процент дейміз ғой, пайызға кететін қаражатты кішігірім болсын үнемдеп тиімді пайдалануға болады. Сіз өзіңіз өміріңізде несие алдыңыз ба? Қандай мақсатта алдыңыз? Құпия болмаса? Несие алдым. Мен өзім банкте жүрген кезде ең алғашқы автокөлігімді 22 жасымда алған болатынмын. Сол кезде несие алып, 5 айдың ішінде алдын ала жалақымды максимал түрде үнемдеу арқылы сол 5 айда жауып шықтым. Артық төлемім бір 100 мыңның шамасында болды. Яғни осындай мақсатты алып, дұрыс деңгейде жауып, 22 жасымда осындай практика алғашқы болған. Керек кезде алатын кездер болды. Енді соңғы жылдарда алдым деп айтпаймын, соңғы 3 жылда оған дейін алып, пайдаланып, тиімді жауып, жалпы банкпен доспын. Кез келген банкпен. Ажанбер қыз, енді несие тақырыбын қозғағаннан кейін, жалпы қарыз тақырыбын айтпай кетсек, көрерменіміздің бір құмары қанбай қалатын сияқты. Бүкіл сұрақтарға жауап алмайды. Жалпы осы қарыз туралы өзіңіздің бір пайымдарыңызбен бөліссеңіз. Жалпы халықпен бөлісетіндей қарыз туралы ой пікірім бар. Енді қарызға жалпы мен өзім қарсымын. Өйткені жаңағы қарызбен карпын үшбұрышының байланысы өте үлкен. Қарыз беруге қарсы ба, қарыз сұрауға қарсы ба? Екеуіне де қарсымын. Екеуіне де қарсымын. Бұрын беретімін. Енді пенде болғаннан соң кез келген адамда қателік болады. Яғни бұрын беретімін. Мен ойлайтынмын, көмектесіп жатырмын деп. Қолдап жатырмын, белгілі бір жағдайлардан құтқарып жатырмын деп ойлайтынмын. Көріп тұрсыз ба, жаңағы карпының үшбұрышы, құтқарып жатырмын. Бірақ негізі ол адамға ол жақсылық жасау емес. Ол адамды керісінше оның құрбандығына қолдау беру арқылы ары қарай сол жаңағы сол қалыпта қала беруіне көмектесу. Яғни мүмкін мысалға ол қаражатты мен бермесем, ол еңбектену арқылы оны табар ма еді. Ол мүмкін өсер ме еді, мүмкін ол жаңағы өзінің ыңғайлы ортасынан шығар ма еді, қимылдар ма еді, еңбектенер ме еді деген сияқты ой. Сондықтан қарыз беру жалпы адамды соның әлсіздігінде қолдау деген мағынаны білдіреді. Адамнан әрекет, Алладан берекет деп айтады ғой. Кез келген адам қаражатты еңбекпен табады. Мысалға да жұмыс атқару арқылы, соған уақытын бөлу, энергиясын бөлу арқылы, яғни сол Алланың берген берекетін біреуге беру арқылы ол айтамыз ғой, ысырапшылдық деп. Ол да бір ысырапшылдықтың түрі деп есептеймін. Яғни Алланың берген берекетін біреуге беру арқылы Алла сізге беріп тұр ғой оны. Мен тауып жатқан табыс, ол менің берекем, менің нығметім. Мен аламда оны басқа біреумен бөлісемін. Сол жағынан дұрыс емес деп отырсыз ғой. Бөлісу, яғни қарыз ретінде бөлісуге мен қарсымын. Қарыз ретінде бөлісуге қарсысыз. Егер бөліскіңіз келсе, онда садақа беріңіз. Егер мен біреуге әлдекімге көмектескім келсе, мен оған қарыз бермеймін, одан да садақа бергенім абзал. Садақа бергеніңіз абзал, яғни сіз оның қайтарымын күтпейсіз, оны қарыз деген ниетпен бермейсіз, садақа деген ниетпен бересіз. Енді біз өзіміздің DI Group
командасының, компаниясының жалпы құндылықтарымыз да бар. Яғни табыстың 10% бөлігі ол садақа ретінде белгілі бір бағытта аударылу керек. Яғни осындай мүмкін сондай компанияға, отбасыға сондай бір әдет қалыптастыруға болады. Қызметкерлеріңіз қарсы шықпай ма? Қызметкерлер қарсы шықпайды. Біз барлығымыз бұл идея келген кезде, идея ұсынылған кезде біз қолдап кеттік. Өйткені Алла жолында берілген садақадан артық нәрсе жоқ деп ойлаймыз. Сондықтан бұл өмірде тек қана жақсылығымызды жасап жүрейік деген ниет. Мен шынымды айтайын, осы сұхбатқа дайындалатын кезде ойладым да, менеджмент деген тақырып екінің бірі қабылдай бермейтін тақырып, сосын ауыр сияқты да. Бірақ біз менеджмент, соның ішінде басқару менеджментін қозғай отырып, дін туралы, мейірімділік туралы, жаңағы психология туралы әңгімелерді қозғап кеттік. Соған таң қалып отырмын. Мен үшін бір сандарға толы, статистикаға толы бір ауыр күрделі әңгіме болады деп ойладым. Сосын сіз банк саласының қызметкерісіз. Неге менеджмент психологиямен, философиямен және басқа да салалармен тең байланысты? Дұрыс айтасыз. Тең байланысты негізі басында айттым ғой, өте кең ұғым. Оны түсіне біліп, пайдалана білу маңызды. Психологиямен де тікелей байланысты, жаңағы философиямен де тікелей байланысты, коммуникациямен де, адамдармен тіл табысумен де байланысты. Жалпы кез келген салада менеджмент бар. Кез келген адамның бойында менеджмент бар. Кез келген адам сол менеджменттің алғышартын білсе, онда белгілі бір өзінің саналы түрде өмірін басқара алады. Жалпы өмір ол өзіңді өзің басқарудан басталады, эмоцияңды басқарудан басталады, өз өміріңе өзің жауапкершілікті болудан басталады да. Яғни соған қадам баса білген адам әрдайым алдыға жылжиды, әрдайым нәтижесі жоғары болады, әрдайым биік белестерден көрінеді деп ойлаймын. Түсінікті. Біз менеджменттің алғашқы функциясы басқаруды қозғап кеттік. Басқару бойынша бүкіл айтатын дүниелеріңізді айттыңыз ба? Әлде бір айтмай қалған нюанстар бар ма? Енді жаңа біз энергия басқаруды айттық. Жалпы енді сол энергия басқарудан кішігірім тұжырым айтатын болсақ, ол сол энергияның көп болуына әр адам жұмыс атқару керек. Яғни уақыт жетпейді емес, энергия жетпейді деген түсінік бар. Сондықтан жаңағы уақытым жоқ, уақыт жетпейді деген көрермендерімізге құлақтарын алтын сырға, уақыт жетпейді емес, энергия жетпейді. Сондықтан энергияның шығу жолдарын, келу жолдарын дұрыс пайдаланайық. Одан кейін адамды өзін өзі басқару деп айттым. Және де енді бізде компания басқару ғой көбінесе енді тақырыптың алып келуіміз. Басшылардың, яғни директорлардың, бөлім басшылары болсын айтатын болсақ, адамдардың сезімін, эмоциясын, басқа да жеке басына қатысты нәрселерді басқаруды мен кездестіріп жатамын. Сондықтан басқару дегеніміз ол адамның іс әрекетін басқару. Соны біздің басшылықта жүрген азаматтарымыз, жаңағы кәсіпкерлікте жүрген азаматтарымыз, әріптестеріміз ескерсе. Сонда мысалы бастық қарамағындағы қызметкерлердің эмоциясына тиіспеу керек, қадағаламау керек. Оның мақсаты тек қана жұмыс барысын ғана басқару ма сонда? Іс әрекетін басқару керек. Яғни іс әрекетін өте нақты бақылау арқылы, соны оқу арқылы, яғни адам танып білу керек та, сол арқылы іс әрекетті басқару жеткілікті. Мысалы, мен де жеке сайтым бар, қарамағымда қызметкерлер бар. Мен оларға бір нәрсе айтқым келсе, маған жұмыс ұнамаса, немесе жұмыста бір олқылық кетсе, мен тек жұмыс процесі бойынша ғана өзімнің сындарымды айтамын, бірақ оның жеке басына, оның эмоциясына, оның ар-намысына тиіспеймін, дұрыс қой? Тіпті жаңағы сын айту барысында мен оның жеке тұлғасына тиіспей, тек қана жұмыста мынандай осындай қателер кетті, оны былай дұрыстасаң жақсы болар еді деген сияқты айтуым керек па сонда? Енді бұл жерде сол жұмыстағы болып жатқан қателікті де сөйтіп жаңағы эмоциямен байланыстыра арқылы жеткізіп жататын кездері болады. НЛП тұрғысы бұл жерде тағы рөл атқарады. Жалпы НЛП-ны білу арқылы көп нәрсеге кері байланыс беруді үйренуге болады. Кез келген қызметкерге әдемі түрде кері байланыс беру несі бар. Енді мысал ретінде келтіретін болсақ, қарапайым кафені алайық, ресторан делік, кафе делік, яғни барлығы керемет делік. Отыратын орныңыз әдемі, таза, жинақы, әдемі музыка ойнап тұр делік, сіздің жаңағы алдыңызға келген ас дәмді делік. Бірақ жаңағы сізге қызмет атқарушы, даяршы
дөрекілеу делік. Мысалға сол дөрекілікке сіз кері байланыс беруіңіз керек. Мен клиентпін ғой. Сіз әлде мен кафенің басшысымын. Сіз клиентсіз, яғни келіп тамақ ішіп отырған, отбасыңызбен мысалға тамақ ішіп отырық делікті. Яғни сізге жаңағы даяршының кері дөрекілігі ұнамады. Сұрақ қойдыңыз, дөрек жауап берді, болмаса жауап бермей теріс қарап кетіп қалды ма, шақырып жатырсыз, мүмкін 15 минуттан келуі мүмкін деген сияқты. Сондықтан бұл жерде енді кері байланыс берерде сол адамға сұрақ беруден бастау керек. Сіз қалай ойлайсыз, сіз бізге қалай қызмет еттіңіз деп. Яғни бұл жерде ол адам жауап береді. Енді өзінің қызметіне өзі былайша айтқан кезде нақты бағасын береді. Одан кейін кері байланыс бастаған кезде міндетті түрде жақсынан бастау керек. Маған сіздердің дәмханаларыңыз ұнады, өте әдемі, кең, жарық, тамақтарыңыз өте дәмді, отбасымызбен қуанып жеп отырмыз. Алайда, егер қонақ тұрғысынан алып қарайтын болсақ, сіздің қызмет атқаруыңызда белгілі бір жақсы көңіл күй болса деген ниет. Жаңағындай шақырған кезде тезірек келсеңіз деген өтініш деген сияқты қалыпта. Яғни сіз бірінші тұрғыдан жеткізіп отқан жоқсыз. Менің ойымша сіз тез келу керексіз. Сіз неге тез келмедіңіз деп жаңағындай ұрысқа неғып тұрған жоқсыз да, шақырып тұрған жоқсыз. Ал қонақ тұрғысынан алып қарайтын болсақ, сіздің жаңағындай қызмет көрсетуіңізде. Ал егер мен кафенің басшысы болсам, директор, анау даяшы менің қарамағымда қызметкер. Кафем күшті. Сол даяшыға байланысты мен бүкіл бизнесім құрдымға кетейін деп тұр. Өйткені келген клиенттер өкпе ренішті арқалап кетіп қалады. Мен даяшыма қандай сөздер айтамын? Дәл солай. Айтасыз, келген қонақ тұрғысынан алып қарайтын болсақ, сіздің жаңағы күліп жүргеніңіз абзал, сіздің келген қонақты жылдам қызмет атқарғаныңыз абзал. Енді мысалы белгілі бір келісімшарт болса, келісімшарт тұрғысынан алып қарайтын болсаңыз, сіз бұл жұмысыңыз үшін жалақы алып отырсыз, белгілі бір пайыз алып отырсыз деген сияқты белгілі бір аргумент. Яғни ақпаратты жеткізудің жалпы 3 жолы бар. Бірінші, екінші және үшінші. Көбінесе біз жаңағы бірінші жолын пайдаланамыз. Менің ойымша, мен саған айттым. Менің ойымша, сен клиенттерге күлмейсің, өте дөрексің деген сияқты. Негізі енді жеткізген кезде сервис тұрғысынан алып қарайтын болсақ, сіздің күлімсіреп жүргеніңіз дұрыс еді деген сияқты үшінші тұрғыдан жеткізсек та. Қаражат тұрғысынан алып қарайтын болсақ, сіз жаңағындай бұл ісіңіз үшін жалақы алып отырсыз деген сияқты үшінші тұрғыдан жеткізу білу кез келген адамға жеңіл қабылданады. Және де ол адам көңіліне алмай, өзінің қателігін түсініп, ары қарай дұрыс жұмыс атқаруға бел буатын болады. Ал екінші тарап тұрғысынан қалай сын айтуға болады? Екінші тарап тұрғысынан мен сені жақсы түсінемін. Енді сенің орнында болсам, мүмкін шаршап тұрған шығарсыз. Мүмкін жаңағындай белгілі бір отбасыңызда жағдай болып қалған шығар. Сізді жақсы түсініп тұрмын деп жеткізуге болады. Яғни өзіңізді сол адамның орнына қою арқылы екінші тұрғыда жеткізу деген осы. Айжан ханым, рахмет көп. Күшті процедура болды. Өзіңізге қалай, массаж ұнады ма? Қандай әсер деп отырсыз? Қатты ұнады, массаж алып тұру мен дұрыс деп есептеймін. Жалпы бүгінгі массаж мастерде жақсы болды. Керемет сезімде отырмын. Массаж сіз менеджменттің бір бөлігіне кіргізеді екенсіз. Өйткені жақсы жұмыс істеген адам, ана жолы айттыңыз, жақсы демалу керек. Қаншалықты жиі массаж алып тұрасыз? Жалпы мен жоғарыда айтып өткендей, жаңағы менеджменттің 4 функциясы деп айта өттік. Және менеджмент ол негізі өмір. Яғни менеджмент ол әр адамның өмірінде болу керек нәрсе. Өйткені менеджментті шатастырып жатамыз, ол тек басқарудағы нәрсе, ол тек компанияға қатысты нәрсе деп. Жалпы менеджмент негізі кез келген адамның өмірінде болатын нәрсе. Сондықтан менеджменттің 4 функциясының бірі жаңағы жоспарлау деп айта кеттік қой. Сондықтан кез келген адам өзінің өмірін жоспарлап білсе, өзінің демалысын жақсы жоспарлап білсе, одан кейін жаңағы жұмысын жоспарлап білгені маңызды деп есептеймін. Енді жаңа айттыңыз ғой, сіз жақсы демалған адам жақсы жұмыс атқарады. Яғни енді массажды мен жарты жылда бір 10 күндік сеанс дейміз ғой, солай алып тұрған негізі дұрыс деп есептеймін.
яғни массаждың түрі көп қой, әртүрлі түрінен адамның өзінің көңіліне ұнаған массажды алып тұру, ол белгілі бір тазалану да түрі деп есептеуге болады. Энергетикалық тұрғыда, энергиялық тұрғыда алып қарайтын болсақ. Тазалану деген сөзіңіз ұнап қалды. Яғни жалпы массаж алу, жалпы менеджмент, тазалану ол қызметкер, немесе мемлекеттік қызметкер, немесе компанияда жұмыс істеп жүрген адам емес, жалпы кез келген адам осы дүниелерді білу керек және тазаланып отыру керек, иә? Тазалану деген ол тек массаж алу емес қой. Тазалану дегенге, мен жоғарыда айта кеттім ғой, эгосын басқарып білген адам, ол әлемді басқара алады деп. Яғни эгомен жұмыс атқаруда ол бір тазаланудың түрі. Яғни ол тазалану негізі сол энергетикалық тұрғыда тазаланудан басталады. Енді әркім оны әртүрлі қабылдауы мүмкін, бірақ жалпы энергетикалық тұрғыдағы таза адамның әрдайым істеген ісі де берекелі болады, табысты болады, өмірі де мәнді, сәнді, жаңағындай белгілі бір сәтті, қуанышты сәттерге толы болады. Сондықтан енді мен тазалану деп айтып отырған себебім жаңағы эгомен жұмыс атқара білу, әрдайым кішіпейіл болу, ол тазалықтың бір түрі. Одан кейін жаңағы белгілі бір осындай процедураларды өтіп тұру, мысалға остеопатқа баратындарымыз бар да, менде де өзімде де мысалға бар, остеопатқа міндетті түрде бару дегенде осындай массаждарды алып тұру, болмаса белгілі бір тауға шығу деген сияқты, яғни энергетикалық тұрғыда. Сіз тек жұмыс істеп баспен кіріп кетпейсіз, дұрыс қой. Сондықтан да міндетті түрде осындай өзіңізге релакс алуға, демалуға мүмкіндік бересіз. Енді тазару жалпы қандай этаптардан тұрады? Жалпы не нәрсені жасасақ біз тазаланамыз? Жалпы енді тазаланумен жоспарлауды бір-бірімен ұштастыратын болсақ, жалпы таңнан басталады деп есептеймін. Көп нәрсе өйткені өмір күнде басталады. Өмір күнде таңертең басталады. Неғұрлым таңымыз дұрысынан басталса, неғұрлым таза басталса, соғұрлым адамның күні де, өмірі де эффективті дейміз ғой. Яғни белгілі бір мағынаға толы болады деп есептеймін. Сондықтан жалпы тазалануды таңертең, мен жалпы өз өмірімнен бөлісе кетейін да, «Магия утра» деген кітап бар, Хэл Элрод авторы, сол кісіні оқып шықтым. Басында практикаға енгізу, шынымды айтайын, басында кішкене қиындау болды, өйткені бәріміз ұйқыны жақсы көреміз, асықпай тұрғанын жақсы көреміз, бірақ сол кітапты оқығаннан кейін таңертең тұрғанның қаншалықты маңыздылығы екенін түсіндім. Одан кейін жаңағы таңертең тұрып бар ғой әдет, жаңағы тамақты іше салып, жаңағы ваннаға түсуге бұл жаңағы баласы барлар баласы мектепке алып бара салып, әйтеуір ұх деп жұмысқа жету, жалпы сол әдеттің өте дұрыс еместігін түсіндім. Яғни таңның уақыты әрдайым қандай адам баласы болмасын өзіне, кем дегенде 1 сағатын өзіне арнағаным дұрыс. Мен енді өз басым таңертең сол жаңағы 1 стакан су ішуден бастаймын, яғни денеге белгілі бір дем беру да, ішектерге жаңағындай таңның атқанын, оянудың белгісін беру. Одан кейін міндетті түрде өзімнің белгілі бір жүргізіп жүрген күнделіктерім бар. Күнделікте рахмет айту күнделігім бар, арнайы маған сыйлыққа берген болатын әріптесім. Яғни кем дегенде 10 рахмет айту. Екіншісі жетістіктер күнделігі деп аталады, яғни кем дегенде 5 жетістік. Өткен күнге, яғни мен өткен күнді қалай өткіздім, қандай мен жетістіктерге жеттім. Оның енді үлкен болу міндетті емес, кішігірім жетістіктерді жаңағы мүмкін сізге біреу комплимент айту мүмкін. Соның бәрін егер қағаз бетіне түсіріп қойсаңыз, жалпы біз жаман нәрсені тез есте сақтап алады екенбіз, 7 есе. Сондықтан оны қағаз бетіне түсіре отырып, одан кейін бір аптадан кейін, бір айдан кейін жалпы қайттан оқып шықсаңыз, бір энергия аласыз, белгілі бір мотивация аласыз, онда бір не болады да, өзіңізге сенімділік арта түседі. Яғни жалпы жетістік күнделігі сол үшін жүргізіледі, мағынасы сол. Енді рахмет айта білген адам кешірім сұрайды білу керек сияқты. Бұл да тазаруға жатпай ма? Ол да тазаруға жатады. Жалпы рахмет айта білу, кешірім сұрай білу, және де комплимент дейміз ғой, орысша айтқан кезде комплимент айта білу, біреуге жақсы сөз жарымырыс деп айтамыз ғой, біреуге яғни жақсы сөз айта білу, ол өте маңызды. Ол да бір адамның таза жүруінің белгісі, қоғаммен таза байланыс орнатуының белгісі, ашық болуының белгісі.
Енді сіз үлкен компанияны басқарып отырсыз. Қармаңызда қаншама қызметкер бар. Қаншақты оларға рахмет айтасыз, комплимент айтасыз, кешірім сұрайсыз. Ол сіздің мысалы басшы ретінде беделіңізге нұқсан келтірмей ме? Әлде керісінше басшы ретінде, әйел басшы ретінде қызметкерлермен жақсы болуға мүмкіндік туғыза ма? Қазіргі таңда менеджментте жаңағындай басшы және қызметкер деген бөліну оншалықты дұрыс емес. Яғни жалпы бүгінгі тенденцияға сай боламыз десек, болашаққа қадам басамыз десек, қазіргі таңда команда құру маңызды. Яғни барлығы тең деңгейде. Ол жаңағы еден жуушы болсын, ол жай ғана жаңағы менеджер болсын, басшы болсын, барлығы тең деңгейде бір-бірімен қарым-қатынас жасаса, сонда жаңағы компанияның жетістігі де жоғарғы деңгейде болады. Яғни оны жоғарыда айта кеттік қой, жаңағы команданың 5 қателігі деп. Сол 5 қателігін алып тастаудың ең бірінші нәрсесі ол мен басшы, сен қызметкер деген жаңағы түсініктен арылуда. Сол себептен кез келген қызметкермен, әріптесіңмен белгілі бір жағдайда рахмет айта білсек, белгілі бір жағдайда кешірім сұрай білсек, күнде таңертең бірімізді көріп әдемі болып тұрсыз деп кішігірім болсын көңілін көтеріп қойсақ, ол да бір сол күннің сол бір әдемі сөз мүмкін ол сол күннің сол адамға бір ерекшелігін сыйлайтын шығар да. Енді көбі әйел адамның бизнеске келгенін, бизнес дегенде басшылық позициясына келгенін жақтырмайды да, өйткені әйел адамға басшы болу оңай емес дейді. Әйел адам нәзік болғандықтан адамдарды басқару, осындай стратегия құру, сол жағынан белгілі бір кедергілер туындайды дейді. Сіз бұл оймен қаншақты келісесіз? Негізі мен жоғарыда оны да айта кеттім, адамдарды басқару жаңағыдай адамдарды басқару емес, адамдардың жаңағы эмоциясын, сезімін басқару деп қате түсініп жататындар болады. Негізі адамдардың іс-әрекетін басқара білсек жеткілікті. Сондықтан басқарудағы әйел азаматы ер азаматынан ешқандай да айырмашылық жоқ деп есептеймін. Яғни сол басқарудың білу керек та, ол да бір өнер негізі да. Былайша айтқан кезде адамдарды тани білу, оларды басқара білу, оларға белгілі бір ынталандыру жаңағы жұмыстарын атқару, оның барлығы белгілі бір өнер деймін. Бірақ мысалға әйел заты енді біз әйел заты жаңағындай ана болу бізге, әйел болу бізге негізі енді парыздарымыздың бірі ғой. Сондықтан бұл жерде енді қайтадан жоспарлау керек деп ойлаймын. Өйткені кез келген адамның өмірінде жаңағы жеке өмірі, отбасы, спорт, карьера дейміз да, одан кейін даму, ақша қаражаты, яғни соның барлығын тепе-теңдікте ұстай білу, егер ұстай білетін болса, кез келген әйел азамат басқаруға отыра алады деп ойлаймын. Біз енді менеджменттің екі функциясы туралы әңгімелестік. Тағы екі функциясы бар, иә? Ол ұйымдастыру және ынталандыру. Ұйымдастыру туралы сөйлескім келіп тұр. Жалпы ұйымдастыру өнері қандай іс-әрекеттерден тұрады? Ұйымдастыру жалпы көріністі көре білу деген мағынаны білдіреді. Яғни кез келген нәрсені ұйымдастырмас бұрын оның барлық алғы шарттарын қалай болатынын көре білу. Енді ұйымдастырудан менің нақты берер кеңесім әріптестерімізге, кез келген салада ұйымдастырудың басқасында жүрген жаңағы азаматтарға, ол жаңағы сол ұйымдастыруға қатысатын әріптестеріңіз болсын, жаңағы группаластарыңыз болсын да, қандай жағдайда ұйымдастырсаңыз да, мнение жинау, яғни ой-пікір жинау. Ой-пікір жинау, өйткені мен ұйымдастырудан өзім көп байқаймын, бір жақты шешіммен ұйымдастырылып жатады. Яғни басшысы өзінің көзқарасымен қалай қарайды, тура солай ұйымдастырып шығады. Ол біреудің көңілінен шығуы мүмкін, біреудің көңілінен шықпауы мүмкін деген сияқты да. Яғни бұл жерде «Человек решающий» деген кітап бар, сол кітапты оқуға кеңес беруге болады. Яғни әр адам ерекше, әр адамның ойлары, пікірлері әртүрлі. Яғни сол ұйымдастырудан әрқайсынан алып шықсаңыз да, 1-2 минуттан сұрап, сіз қалай ойлайсыз, мына жерде қалай істегеніміз дұрыс, мына жерден қандай ой қосасыз деп, яғни сол ұйымдастырудың өзін деңгейін 10 адамнан мысалға идея жинау арқылы өте әдемі
жасауға болады. Яғни ол сол 10 адамның көңілінен шығуы мүмкін. Сөзіңіз аузыңызда, мен осы менеджмент туралы сіздің әңгімеңізді естіген кезде мынандай қорытындыға келдім. Жалпы Қазақстанда бүкіл салада, әсіресе мемлекеттік сала болсын, осындай жоғары дәрежедегі менеджмент енгізілу үшін біраз адам өз эгосымен жұмыс істеу керек сияқты. Өйткені өзіңнің визуализацияң бойынша емес, жалпы қызметкерлердің ой пікірін есепке ала отырып бір нәрсе ұйымдастыру. Жоспарласаң да солармен ақылдаса отырып бір нәрсені жоспарлау. Басқарған кезде де бірден сынды былш еткізіп айтпай, басқаша жеткізіп үйрену. Мұның барлығы басшылықтан эгоист болмауды талап ететін сияқты да. Өте дұрыс айтасыз. Өйткені біздің әрқайсымыз әлемге өз көзбен қараймыз. Яғни сіздің көзқарасыңыз сіздің әріптесіңіздің көзқарасынан айырмашылықта болуы мүмкін. Сондықтан бір-біріміздің көзқарасымызды, бір-біріміздің әлемімізді сыйлай білу, ол өте үлкен өнер. Эго басқару туралы өте жақсы айтып кеттіңіз. Жаңағы менеджменттің функциясы, басқару функциясының ішінде эгоны басқару да бар. Өзіңіз білесіз, мен Жексен Васильевич деген ең атақты мықты ментордың шәкіртімін, Мэнти деп аталады. Сол жерде енді біз өткен курстың ішінде экстрим для эго деген курс өткен болатынбыз. Амирханов Болат тренері. Өте қызықты, интенсивті, өте ыстық курс десем де болады. Сол курсты өтуге кеңес берем жалпы. Сол жақта енді менің былай қысқаша ой түйгенім, жаңағы жоғарыда айтып кеттім, ол ең бастысы адам баласы кішіпейіл болу керек. Жексен Васильевичті жақсы танимын, ол кісінің бір тренингінен өттім, бірақ сіз сияқты менторлығын алған емеспін. Осы жерде мынандай сұрақ туындайды. Ментор деген кім? Одан кейін сіз өзіңізді болашақта ментор ретінде елестетесіз бе? Ментор деген негізі бағыт-бағдар беруші ұстаз. Енді өзімді қазірден ментор болуға дайындалып, үйреніп жүрмін. Қазіргі күннің өзінде менторлыққа аласыз ба деп келіп жататын жас кәсіпкерлер бар. Яғни өзімнің тәжірибеммен, білгеніммен, үйренгеніммен бөлісуге қазірдің өзінде даярмын деп айта аламын. Ол да бір енді менторлық, ол бірден келе қоймайды ғой, оған да дайындалу керек, оның да үйрену керек деген сияқты. Сондықтан барлығы практикамен келеді. Сондықтан егер жас кәсіпкерлер келіп жатса, онда менің есігім ашық. Керемет. Енді қазір осы эфирді тамашалап отырған жас кәсіпкерлерге мотивация бергім келіп тұр. Ынталандыру, яғни мотивация беру менеджменті бойынша өзіңіздің бар білгеніңізбен осы эфир барысында бөліссеңіз. Ынталандыру, мотивация өте күшті тақырып, кең тақырып негізі. Енді мен мотивацияны былай айтар едім, мотивация іштен басталады. Оны ментор емес мотивация береді, адамның өзіне мотивация береді. Яғни адамның ішкі жан дүниесінде мотивация болу керек. Мысалға, үйренуге, жасауға, білуге, қаражат табуға деген сияқты, жұмыс атқаруға деген сияқты да. Ішкі мотивациясы төмен адамды сырттан мотивациялау, ынталандыру, ол қысқа, құйрығы қысқа нәрсе. Сондықтан адам ішінде неғұрлым мотивациясымен жұмыс атқарып білсе, ол да өз-өзімен жұмыс атқарудың, ол да бір ерік-жігердің жаңа жоғарыда айтқан бір бөлігі нұр үстіне нұр болады. Яғни сырттай ол адамды кез келген басшысы болсын, әріптесі болсын, отбасындағы адам болсын, сыртқы мотивациямен былай қолдап отыра алады. Ал жалпы мысалы мен басшымын, алдыма қызметкер келіп тұр. Ол кісінің ішкі жан дүниесіне мотивация бар ма, жоқ па, қалай ажыратып біле аламын? Жалпы мен негізі кез келген қызметкерді жұмысқа алар кезде бізде мақсат, құндылық деген түсініктер бар ғой. Яғни компанияның мақсаты мен сол компания қызметкерлерінің мақсатының ұштас болуы өте маңызды. Соны тексересіз. Бір мақсатта жаңағы жұмыс атқарғандары маңызды. Одан кейін құндылықтың ортақ болғаны маңызды. Неғұрлым ортақ құндылық болады, соғұрлым ол қызметкер жаңағы ішкі мотивациясымен сыртқы мотивациясын тең алып жүре алады. Ал егер қызметкер басқа бағытта дамып келе жатса, басқа бағытта ойласа, мақсаты мүлде басқа бағытта болса, ал компания басқа бағытта жүрсе, онда әрине олар бірін-бірі түсінбеудің себебінен мотивациялар әрдайым төмен болады. Енді мотивация беру ол үнемі күліп жүру, немесе бір екінші тараптан, үшінші тараптан сын айту ғана емес қой. Кейде қатаң болатын кездер болады. Яғни сенен қаталдықты талап етеді. Арасында ұрысып қоймасаң, мысалы қызметкерлер емін жаңағы еркін жұмыс істеп
жұмыс саябырланып қалуы мүмкін ғой. Сондайда қандай тактика қолданасыз? Толықтай келісемін сізбен, өйткені жаңа кнут пряник деп айтып жатамыз ғой, жалпы трендтегі сөз. Ол енді жалпы бұрын өте қатал болуы трендте болды дегенге келісемін. Қазіргі таңда заман дамыған сайын, алдыға жылжыған сайын жаңағы кнут пряниктің орнын дұрыс қоя білген дұрыс деп ойлаймын. Енді менің өзім ойымша кнут 10%. Кнут деген жаңағы қатал болу, қатаң болу 20%. 10%. 10%. Мен көбейтіп отырмын, кешірім сұраймын. Ал 10%. Пряникті 90% қойған дұрыс деп есептеймін қазіргі таңда. Өйткені жаңағы барған сайын қатты басқару ол трендтен шығып бара жатыр. Барған сайын көгілдір компания деп айтамыз. Көгілдір компания нарықта өз орнын алуда. Яғни сол арқылы болашаққа көз жүгіртетін болсақ, сол дұрыс стратегия. Компания, бирюзовая компания деген ол қандай компания? Неге олар үшін жаңағы қызметкерлерге жақсы сөйлеу, қызметкерлерін сыйлау, соларға тәттілерді алдына ұсыну несімен пайдалы, несімен тиімді? Енді көгілдір компанияларда жалпы қызметкерлер барлығы кез келген мәселені өздері шешеді. Яғни жұмыс уақытын болсын, жалақыны болсын, оның барлығын бір басшысы айтып отыру керек емес. Яғни мысалға біз жұмыс атқарамыз, бүкіл қызметтер солай келісу керек. Барлығымыз бір-бірімізбен жұмыс атқарамыз және де табысты осындай бөлеміз. DI Group компаниясы көгілдір компания ма? Көгілдір компанияға келе жатырмыз. Әлі де жаңағы 10%-ық кнут менің тарапымнан бар деп айта аламын. Енді кнут деген кезде ол ұрысу, айғайлау емес қой, оны кнутты да дұрыс түсіну керек. Мен жаңа кері байланыс берудің бір мысалын келтіріп кеттім да даяршымен. Яғни сол кнут дегенім сол. Дұрысынан әдемілеп кері байланыс беруді. Енді бір шетінен жаңа сіз дұрыс айттыңыз, қызметкерлер саябырланып, жаңағындай егер талап қойылмаса еркелеп кетеді депті. Сол кездерде кішігірім кері байланысты жақсы деңгейінде беріп тұрған дұрыс. Енді бұл жерде жаңағы компания құруда, өзі команда құруда 5 қателік бар. Сол 5 қателік орын алып кетеді. Сол 5 қателік қаншалықты компанияда орын алмаса, соншалықты алдыға жүру, даму тез жүреді. 5 қателікке тоқталайықшы. 5 қателік, біріншісі ол бір-біріне сенбеу. Екіншісі ол конструктивті конфликт, яғни құрай алмау. Үшіншісі ол жауапкершіліктің төмендігі. Төртіншісі ол талап қоюдың төмендігі. Бесіншісі ол жалпы командалық нәтижеге немқұрайлы қарау. Яғни осы 5 қателік командаға болған жағдайда көгілдір компания құру ол мүмкін емес. Яғни оның басы жаңағы бірінші айтқандай бір-біріне сенімнен басталады. Өйткені енді барлығы жан-жақтан жиналған, бір қызметкер 2 жыл жұмыс істесе, біреуі 2 күн жұмыс атқаруы мүмкін. Бірден барлығы бір-біріне үйреніп кетеді, жақсы тіл табысып кетеді деген ол екіталай нәрсе. Негізі қызметкердің компанияға бейімделуі, бауыр басуы, үйренуі, компанияны өзім деп қабылдауы ол жарты жылдан кейінгі процесс. Жарты жылдан кейін ол өзінің сол кірпіші ретінде сезіне бастайды. Бірақ әрине сол жарты жылға келтіру керек. Өйткені мысалға 3 айдан кейін компанияда жаңағы ынталандырудың теріс, демотивация деп жатамыз ғой, ынталандыру теріс жүреді 3 айдан кейін. Яғни жалпы ол адамды танып білуді былайша айтқан кезде, яғни сіз алдыңызға келген қызметкердің жауабымен енді 6 жылдан асқан қызмет атқарып жүрген байқасаңыз, яғни ол өзін сіздің бір бөлігіңіз деп санауымен солай санай берсеңіз болады. Сондықтан осы 5 қателікпен жұмыс атқару керек. Енді әрқайсымен жұмыс атқарудың өзінің белгілі бір рөлі бар. Бірінші енді сенім болу үшін бірін-бірі жақсы тану керек. Бір-бірінің бала шағы туралы бір-біріне айтып берсе, бір-біріне жаңағындай қонаққа бару арқылы, бірге қыдыру арқылы, тимбилдингтер деп жатамыз. Яғни бір-бірімен өте жақын тығыз байланыста болу керек. Яғни жақын тығыз байланыста күліп ойнап жүрген адамдар, азаматтар, қызметкерлер, олар конструктивті кері байланысқа еркін шығады. Яғни бір-біріне жұмыс барысында ешқандай жеке басқа өтпеу арқылы ұнамаған жерлерін ашығынан айта алады. Ал ашығынан айта білген
қызметкерлер командалар арасында жауапкершілік те жоғары болады. Яғни ол бір-біріне сенеді, бір-біріне жақсы деңгейде кері байланыс бере алады. Яғни жауапкершілігі де бір-бірінің алдында жоғары болады. Одан кейін жауапкершілікпен жаңа бір-бірімен талап қою бір-бірімен ұштас. Яғни мен сізге мысалы әріптесім ретінде талап қоя білем, сіз сол талапқа жауапкершілікпен қарай білесіз. Болмаса керісінше деген сияқты. Және осы 4 қателік орын алмаған жағдайда жалпылама командалық нәтижеге жету, жаңағы 5-ші қателік деп отырмын, немқұрайлы қарау. Әркім өз нәтижесіне ғана талпынады, өз нәтижесіне ғана тырысады. Эгоизм деп жаңа айтып жатырмыз ғой. Немесе мен жұмысымды істеп жатырмын, аналар істемесе де мен мән бермеймін да. Мән бермеймін. Ол да немқұрайлық қой. Ол да немқұрайлық. Яғни тек қана өзіңіздің алдыңыздағы жұмыстың емес, әріптесіңіздің де жаңағы енді бәрібір де бір командада жұмыс атқарқа бір-бірімен байланысты ғой, ұштас қой. Сондықтан бір-бірімізге осындай 4 қателіктің алып тастаудың арасында біздің арамызда сол 5-ші қателік өзімен-ақ кетіп қалады. Енді мен өмірімде болған мұндай сәттер. Мысалы, сен жұмыс істеп отырасың, қарама-қарсы отырған адамдар өзі сериал көріп отырады. Ренжігің келеді, бірақ бір жағынан ойлайсың, жарайды, мен өз жұмысымды істеп отырмын, оған барып нұқып, неге сен істемей жатырсың деп айтатында сенде құқық жоқ та. Сен ол компанияның иесі емессің, жарайды, енді өзі білсін, өзінің ар-ұяты білсін деп жылы жаба саласың. Өйткені ондайда барып жауапкершілік талап етсең, сен андай бір қалай айтсам екен, өсек таситын, немесе бір сау басыңа сақина тілеп жүрген адам сияқты қабылдайды да. Мұндайда не істеуге болады? Мен бұл жерде жаңағы сенім орнатудан бастау керек. Демек біз 5-ші қателікті жою үшін маған алдымен 1-ші қателікті жою керек. Демек біздің арамызда сенім жоқ. Егер сенім болса, ол менің жаңағы неге жұмыс уақытында сериал көріп отырсың, қазір жаңағы жазып тастайық, бітіріп тастайық, одан кейін бірге демалып көреміз деген сияқты сөздерімді қабылдайтын еді. Кері байланыс беретін еді. Сіз одан сұрайтын едіңіз, жаңағы қаншақты дұрыс сенің сериал көріп отырғаның деп та, ол ойланып қалар еді мысалға да. Сөйтіп сізге жаңағы кері байланысын даяршымен айтылған сияқты беруге болатын еді. Бұл жерден де бәрібір де эгоның орны. Яғни сіз әріптесіңізге немқұрайлы қарамасаңыз, егер эгомен жұмыс атқара білсеңіз, сіз оны ашық диалогқа шақыру арқылы оған айта аласыз. Ол да бір эгомен жұмыс атқарудың критерийі. Жалпы енді ынталандыру функциясы, басқару функцияларының өте жақсы жоғарғы деңгейде жүруі адам танып білуге байланысты деп ойлаймын. Оның үшін психотиптерін білген маңызды. 7 психотип бар жалпы адамдарда. Одан кейін тотем деген түсінік бар. 78 тотем бар. Сіз неғұрлым жаңағы өзіңіздің әріптесіңіздің тотемі мен психотипін жақсы білсеңіз, соғұрлым оны жақсы ынталандыра аласыз. Яғни оның қажеттілігін білесіз, және соғұрлым басқару сізге жеңіл болады. Сондықтан енді бұл бағытта біз Тимур Құдайбергенов деген белгілі кәсіпкер тренер бар. Сол кісінің 7 радикал деген тренингін өттік. Сол тренингқа баруға кеңес берер едім. Тренингті өтіп келіп, қарамағындағы адамдардың психотипін біліп, оның қылықтарының, іс-әрекеттерінің қайдан шығып жатқанын түсінесіз. Яғни түсіну арқылы оған дұрыс сөз табасыз, көзқарас өзгереді, тіл табысу да басқаша болады. Өйткені сіз оны танып тұрсыз, біліп тұрсыз, жаңағы ақпарат алмасу коммуникацияларыңыз жоғарылай түседі. Күшті. Рахмет көп-көп. Бүгін енді менеджмент туралы жақсы сүбелі әңгіме қозғадық деп ойлаймын. Жалпы менеджменттің өмір екенін түсіндім. Егер сен сапалы өмір сүргің келсе, жақсы өмір сүргің келсе, және жақсы өмірді жаныңдағы адамдарға тілесең, онда менеджментті қолға алу керек. Енді ол үшін бәлкім менеджментті арнайы оқу керек шығар. Немесе 5-6 кітап оқысаң, менеджмент туралы түсінік қалыптасатын шығар. Жалпы осы эфирден кейін менеджментке деген қызығушылығы оянған жандарға қандай бір тез арада нәтижеге жетуге мүмкіндік беретін қандай бір кеңестер айтасыз? Кітап оқудан бастасын ба? Немесе арнайы бір курстардан өтсін ба? Немесе қандай бір психологиялық бір ақпарат алудан бастау керек па? Қандай білім алу керек? Дұрыс айтасыз. Кітап оқу қазіргі таңда трендте. Яғни кітап оқыған адамның әрдайым ой өрісі, көзқарасы кеңейе түседі. Кітап оқуға кеңес беремін. Айына 1, тіптен жақсы 2-3 кітап оқуға болады. Оған уақыт бөлуге, жаңағы алғашқы 1 сағатты тиімді өткізу деп айтып жатырмыз ғой. Тура сол 1 сағаттың ішіне кітапты оқуды кіргізіп отырсақ, нұр үстіне нұр болады.
Одан кейін мен өзім Жексен Васильевичтің шәкіртімін. Өзім енді менторлығын өттім. Өзімен қатар бірнеше группаласым бар. Живый тим деген қазір Жексен Васильевичтің өзінің тренинг өткізу орталығы бар. Сол орталықтардан тренингтерді өтуге кеңес берер едім. DI Group компаниясы туралы бір қысқаша мәлімет бере кетсеңіз, немен айналысады, қоғамға әкелетін пайдасы қандай? DI Group компаниясында қазір құрамында 5 компания бар. Жалпы негізі білім саласында жұмыс атқаратын компания. Енді қазіргі таңдағы болашаққа алып жатқан бағыт-бағдарымыз ол инвестициялау, яғни инвестиционный компания деп жатамыз ғой. Сондай бағыт алып жатырмыз. Енді инвестиция тек қана қаражатпен ғана бөлінбейді. Сондықтан білімімізді, тәжірибемізді инвестициялау қазіргі күнде жаңа айтып отырсыз, сол ментор болуға қашан деп. Сол менторлыққа осы білімді инвестициялаудан қазіргі таңда сол жаққа бағыт бұрып жатырмыз. Қарапайым тілмен айтқан кезде, болашағы бар жобаларға, болашағы бар жастарға сіздер қаражат табуға көмектесесіздер. Сонда бұл DI Group компаниясының басты миссиясы. Басты миссиясы. Қазіргі таңда енді жас кәсіпкерлеріміз көп. Жас кәсіпкерлердің неғұрлым жақсы дамығаны, шағын орта бизнестің дамығаны, ол біздің еліміздің дамығаны. Сондықтан егер біз осы жолда жүрсек, артымыздан ерген іні қарындастарымызға неге бағыт-бағдар беріп көмектеспеске? Яғни осындай миссияны қазір алдыға қойып көздеп отырмыз. Жалпы мен менеджментті саясат, билік және қаталдық деп ұғып келдім. Бүгін менеджмент туралы ой пікірім түбегейлі өзгерді. Менеджмент дегеніміз бұл өзіңді тану және өзгені тану екен. Өте нәзік ұғым екен, өте терең түсініктен тұрады екен. Осындай әдемі әңгімеңіз үшін көп рахмет. Айжан Берікқызы, сізді бүгін тағы да мықты менеджер, мықты маман ретінде мойындап отырмыз. Жұмысыңыз алға баса берсін. Шын жүректен DI Group компаниясына тек қана табыс тілеймін. Осымен эфиріміз тәмам. Сіздердің де менеджмент туралы ой пікірлеріңіз өзгерді деп ойлаймын. Өздеріңізді таныңыздар, өзгені таныңыздар, сөйтіп мемлекеттік менеджментке араласыңыздар.